білмеймін. Мен 10 қызбен жаттым ғой ше. Бөліп таяқ жеп қалдым. 6 бала демей қойын. Біреуі ұрып қалды, қалғанын қарап тұр. Анау ма не, мынау ма? Қойшы бол, давай деп кететін ше. Оқиға айтасың ба? Оқиға айтайын ба? Бешігімні аллалатып, ана бөліп. Негізі история бағана бітіп қалды ғой. Жоқ, бітіп қалды. Ассалаумағалейкум баршаларыңызға, қымбатты достар, әдеттегідей болған оқиға подкасты. Жақсы көңіл күйде бүгінгі кешімізді өткіземіз деген ойдамыз. Алдағы 1 сағат бойы бастан өткен қызықты болған оқиғаларын сіздерге айтатын жұлдызды жұп. Әрсен мен Мереке. Қош келдіңіздер. Өздері әнші, өздері актер мен актриса, өздері жайдарманшы, өздері автор, өздері кәсіпкер, өздері әке, өздері шеше, өздері асаба, өздері әпшесі мен інісі де. 8 жылы бір сырлы Әрсен мен Мереке. Ал бұл кешті менімен бірге жүргізетін Нұрболхан Шәріпов. Бізде 2 маусым көрейші. Ал 1 маусымда сіздерге қолымыз жетәлімәді. 2 маусымға не бар екен сіздерден айтылатын? Бірден оқиғадан бастап кетейік па? Аман осаяқ жаңалықтарымды білейік. Мен саған үйреткенде айтсайын. Баяғыда мамалар шып-шып. Айттым кеше. Айтсайын. Кеше не үйреттім мен сен балаға, не үйреттім? Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Жақсы, шүкір, аман сен. Бизнес, семья, шаруалар. Шүкір Аллаға. Шүкір Алла, бақ берді. Алла шүкір, бізде бәрі жақсы. Оқиғалар дайындап келдім да, ұмытып қалмайын деп отырмын. Сақтап отырсың ба? Бірден бастап кетейік онда. Ұмыт кетпей тұрған кезде. Қандай қызықты оқиға басыңыздан өтті? Мектеп кезден бастайық деп жатырмын да. Кеше болған әңгіме Сен ғой. қазір не мектепті бітіріп қойдың ба? Кеше болған әңгіме. Иә, бұл да кеше болған оқиға дейді. Мен де әзіл тығып үлгердім, сендер тыңдамай. Екеуің айқайлап күліп кеткендерің не? Сен мектепті бітірген жоқсың. В общем, 2 класс оқимын. Ол кезде Қызылорда қаласында, сол кезде андай жағдай болады. Бір жігіт, бір бала көшіп келеді ғой классқа. И дүркірейді ананың аты. 1 айдың ішінде. Қай жағынан мысалы? Өнер жағынан, білім жағынан. Қатты өлседі ана бала. Уже әңгіме деген кетіп отыр. Мен ағам, Бекен, туған ағам. Ол бізден 1 класс жоғары оқиды да, ол 3 оқиды яғни. Анау солардың классына дейін қырып келатыр ғой, короче, Бекендерге дейін. Бекен айтып келеді үйге ше, сен классыңда оқиды екен ғой сол бала, қатты өлседі екен, еба, деп ше. Анау, біз тынышпыз да, андай қатты конфликтке жоқ, мен кішкентайымнан қатты төбелеске ондайға жоқпын да вообще. Анадан қорқа бастадым, дос болып жүрдім. Тек әңгіменің өзінен бар ғой? Иә, андай. Анан түрі де жуть, бит тұрама түрі ше. Колбаса алып келіп жейді классқа, андай дәу анау ше. Сонымен өтірік дос болып жүрмін мен, анаумен дос боламын, короче, андай. Барынша ше, төбелесіп қалмайық деп. Сабынсыз кіріп. Иә, андай досым деп асық ойнаймыз бірге ше. Бір күні асық ойнап атамыз ғой. Асық ойнап атқан кезде мен өткіземін да, андай круг дейтін ойын бар еді, Қызылордада кругтан шығару керек, короче, асықты. Сол өткіздім да, өткен жоқ деп, маған боқтайды ғой, короче. Өткен жоқ дедің ба? Мен андай намыс қысып тұрды, короче. Өтті деймін ғой. Бір нәрсе дегім кеп тұр ма не дейді ғой маған ана. Ма қорқып тұрмын анадан да. Мен оны төбелесін көрмеген өмірімде, әңгімесінен қорқып қалғанмын ғой уже. Сөйтсем да ол кезде андай туфли қитеді біздің кезімізде. Біздің кезіміз болып қойған ба? 3 туфли бар ғой. Кеше. Германский дейтін еді. Ұшы не? Темір, короче. Сонымен анау бір бәле деді, короче. Бір бәле ма не деді? Не дедім да, короче. Ұрсай ана не дедім да. Ол да ұрайын батты да, короче. Осы кезде ұруым керек дедім ғой мен ананы. Бір бәле ұрып ше. Қазір қоя тұршы деді да. Мені ұрайды ғой қазір. Өзім ұрып аламын да, қазір сенімен сөйлесем деді да маған. Тоң қайып тұрады ғой енді, асықты ұрайын атқан кезде ше. Тоң қайып тұрады, ұшы темір ғой ананың, туфлидің мама әперген. Ұшымен бір тебем ғой, короче. Күшіңмен бар күшіңмен ше. Кіріп кеткен ғой, короче, 2 сызықтың ортасынан ананың ше, жанын шығарып жіберген. Жылап жібереді ғой, анау, деп ше. Үйіне қарай жүгірді ма? Мені ұрдырам деп ше.
қуанып кетемін ғой мен не деп ше одан сайын бергене дәл кетіп қаламын ғой осындай история болған кішкентай кезімнен жай бастап жатырмын жоқ әлде жай мен өседі ғой бұл ше менің көз алдымда да өстіп өскен ғой бұл ше сен кішкентай кезде бойың ұзын болды одан ұзын болды ма бойың иә негізі бойым ұзын болды бірақ анау дәу короче бұл кісі айналайын маған үйленгенге дейін мынандай болды ғой арық болдым ғой қазір ғой сәл история дене сондай болса студент кезде бірінші курста группаға бір бала келді иә шынымен сондай ішкі аяқ киіммен контент еттім кезде ана аяқ киім өмір бақи тастамайды ше ол өзі резиновый ше өсе береді ше аяғы бір төбелес жақсы қазір туфлиң киіп келейінші десе төбелес дегеннен шығады ағайын деп жалғастырып кетсең сізде енді история көп болу керек қой біраз көрдіңіз ғой өмірді жоқ мен анау айтқан нәрсе орындалады деген рас па түсінбеймін ше ана кемпір мен бала дей беріп шынымен кемпір болғанмын ғой мен ше память жоқ қой айтпесе өмірде ең көп история менде болған шығар айтып сіздің жеткізе алмаймын историяларыңыз бәрі уже айтып жатқан кезде көз алдымызға уже серый болып елестейді ғой примерно ма мен мерекені ең бірінші көрген кезім ше мерекені бірінші көргенімде менде андай жаман впечатление қалып кеткен ғой мерекеден 2015-те сіздер екеуіңіз бір командада ойнайсыздар ол кезде сен қыздар емеске ойнайтын кез ма тек қана қыздар ойнайтын кез ма деп қыздар ғой ол кезде қазбас 2015-те конгресс холлда КВН болып жатыр да мен Қармақшы құрамасына полуфиналда қосылдым ғой жартылай финалда сол кезде бұлар бір топта ойнаймыз короче сол мереке андай екен ғой мен білмейді екенмін ондайын гримерныйның қасынан өтіп бара жатсам деген звук шығып жатады үнемі аналардың гримерныйынан ше дуалды ұрып коридорда ма өзімен өзі ше коридорында анау еще конгресс холлдың несі көк қой баяғы анау қатты ше тісімен соны ұрып жатқан кезде көргенмін ғой мен бұны туй деп па сонымен дос болайын деп ойладым десең жаңағы мені де ішкүлмен ұрғысы келіп жүр ма күйеуім сәл дос болайын дедім досым деп жүрдім ғой жоқ мен негізі андаймын да қызуқандымын ше білмеймін бұрында кішкентай кезімнен андай еркек болғанымда ғой ұл болғанымда ғой деп өзім помню да қазір енді ешкімді өйтіп не істегім келмейді негізі ондайға қазір қарсымын десең төбелес анау мынауға класста болсын басқа жерде болсын күш көрсететінмін да көбінесе ше жейтін нәрсе әкелдің ба деп әкемесе ұрып ше бастарын соғыстырып дейтін сияқты бір екі балдардың өскен кезінде қыздармен төбелес басталды ұлдармен жалпы андай ол кезінде бірақ андай өзімнің неме қатты сенетін ауылда UFC-ге бару керек еді саған UFC-ге бару керек еді сол жемпейтті ұстадың ба сонда ұстадым деп айта алмаймын мен өзімнің общежитиема жауап берейін ол ұстады дегенде қалай жүрісім сондай еді да мен всегда айыр жүретін жыртық жүретін адам ұстап жүретін бірақ денем бар 90 килограммын түрім бүжір кәдімгідей ше безеу ол кезде шынымен андай қыз деп қабылдамайды мені өздерінде брат деп араластыңдар ғой дұрыс па вообще бір қыз қылығым жоқ еді ол кезінде сөйтіп мен қыздар университетіне түскен кезінде арманым сол еді да негізі ана бір білім қуып бір мұғалім болмаған арман чисто қыздар дейтін маған қызық болатын да ол жақта күнде төбелес болатын шығар бірдеме дейтін шығар қуан ғой ше тупизм бірақ бірінші курста шынымен сондай болдым еркек болса еркек көшеде кім бар ерегісіп кете беремін сол кезінде мен жынды адам сияқты жолда келе жатқан кезде құдай біреудің қолы тиіп кетсе екен деп армандайтынмын ғой ше қолы тиіп кетсе бітті кәдімгі сылқ етіп талдырып жіберу арман ше бұл конфликтный да мен андай конфликттен қашатын адаммын ғой в общем ше бірақ студент кезімде шынымен андай клубтарға барған кезінде бір подругаларыма біреу бір бәле істеп енді неше түрлі нәрселер болады ғой кәдімгі талдырып тастау дейтін нәрселер менің арманым болатын ше ерегісетінбіз төбелеске жеткізбей сөзбен сындырып тастай беретін ше просто внимание анау мане мынау мане қойшы болды давай деп кететін ше оқиға айтасың ба оқиға айтайын ба кетіп барады сипаттамамен түсіндіріп жатыр ма мен андай едім мен мынандай едім мен бір оқиға алып келе жатыр екен деп мен сөйтіп ойлап отырмын мен де жоқ ол оқиғалардың бірінші курста мынадай болады ғой дейді да бірақ айтпайды болған аналарды айтып қойғанмын ғой просто ше иә айтып қойғансың ғой ше спортсмендермен ерегіскен кездерім болған ғой ерегіс қалмаңдаршы мына жерде шынымен ажырап жүрмін арсен бізде конфликттен қашатын адам бізде мынандай болады жалпы бірінші курстан кейін оның бәрін полностью қойдым жаңа историяны айта кетейінші оны ол қатты не істемеді ау деймін ұстадың ба не дегенге жауап беріп кетейін в общем бір күні
қай бөлмеде тәтті тамақ бар, мен сол бөлмеде жүрем. В общем, ана қызық әңгімелерді айтамын, үйтем, жартылай жақсы көріп қалады, жартылай күшті пайдаланасың. В общем ше, ана күшің жететін бөлмеге есігін теуіп кіресің, болмаса үлкен курстарға жаңағыдай әңгіме айтамын деп кіресің бөлмесіне ше. Сен тәтті тамақ болса болды, отырып әңгімені жібересің. Бір күн 4-ші этажда отырсам, жаңа подружкам жүгіріп келген да, Мереке дейді, в общем, не болды десем, бір қыздар кеп тұр дейді, біздің универдің қыз емес дейді аналар. Екі қыз кеп тұр дейді. Не болды десем, в общем, сені Жемпиді ұстайды екен ғой, Мерекеден көмек сұрап келдік деп кеп тұр дейді да. Сөйтіп мен айғайлап күлем, мен қумашы, қайдағы ұстаған не ғой? Мен ондай емеспін. Жүрс жылап тұр аналар дейді, в общем. Астына түсем, шынымен 2 соска қыз тұр, в общем. Бізде жоқ, анау не деген әдемілік деп сұлулығына таңғалып тұрмыз біз ше. Менің түрім Тошмат әке, ана такси ұстап кетіп қалған біраз жаққа. Сөйтем, аналарды ойлап, мынандай да әдемі қыздар бар ма не деп қоямын мен ше. Сөйтіп, келіңдер қыздар десем, екеуі жылап тұр. Не болды? Сізге көмек сұрауға келдік деп. Аналар көмек сұрауға келдік деп, бірден беріп, не болды, айта беріңдер деп ше, уже айта бер қандасың деп па? Айта бер, сіңлім айналайын. Бір қазақ емеспіз ба? Біріміз қолдамасақ деп. Не болды десем, в общем, бізде андай дедовщина болады дейді колледжде. Бізге күн бермейді дейді, несправедливость, анау-мынау. Соған сізден көмек сұрап келдік, сіз осы Жемпиді ұстайды екенсіз ғой дейді. Қой, өйтіп артық кетпе, осы ұстағаныңыз. Ондай жоқ, айналайын, менен де мықтылар көп деп қоясың ғой ана жерде. Енді десем, сол барып, жаңағы бізде разборка болайын деді, Арбат дейтін жерде дейді ше. Мен бірінші курспын ол кезде. Сөйтіп Арбат дейтін жерде осындай разборка болады. Енді менің ана жердегі нем, просто мен ол қыздарды аяп тұрмын. Мен андай за честность жүретін адаммын да. Күшім жетсін, жетпесін, біреуге көмек керек па? Мен жыртылғанша, ана тұрши жыртылғанша дейді ғой. Сол неғанша мен көмектесуім керек. Намыс ше. Сөйтіп мен айтам, болды, ол қыздар сендер күнде бүйтеме, группада бүкіл жабылады дейді ана 2 қызға ше. Сөйтіп мен болды деймін, дым уайымдамаңдар, қаншада кеш сағат 8-де, болды, давай, сендер осы жерде тұрыңдар қазір деймін да, общежитиеден 1-ші этажға қыздар деп айқайлаймын ол кезде ше. Бәрі бөлмесіне фук, армиядағыдай шығады ше қыздар. Не болды деп. В общем, Зама дейтін бір қыз бар, Қарлыға дейтін бір брачка бар дейтін сияқты. Кілең мынандай шырам бірдеңелер шықты. Мына жер шырам, арқасында татуировка бар десе. В общем, қыздар жиналады, бүкіл бөлмеге кіріп шығамын, мен осына мына қызға көмек керек болды. Сол кезде біз қорықпаймыз деймін да. Еще аналар да мен үшін тұрып беріп тұр ғой сонда ше. Барып мына қыздар үшін тұрып берейік. Төбелес болады екен, өзім сөйлесем, өзім айырам, сендер просто артымда қорған болып тұрсаңдар болды деп тұрмын ғой шым. Сөйтемін да, анаған айтам, давай дейді, кәдімде ана бригададағыдай бар ғой, давай, ребята, деп ше. Спортивка киіп шыққандар ма? Мен ол кезде тек қана спортивка киемін. Тек қана. Сөйтіп мынау бөлмелерінен шығып полный тұр да, и живой коридор жасап тұр ғой уже ше. Кеттік па, кеттік. Сен ортада келәтсің дейді. 20 қыз, мен ортасынан бүйтіп келе жатырмын, ана екеуіне ше. Ана екеуіне айтам, тентек мұғалардың номерін алып қалмаған, мен номерін жазып ал деймін да, жібергем. Ана жиналған кезінде звондап жеріңдер, 6 секунд ұшамыз біз деп ше. Сөйтеді да, олар мен номерімді алады, кетеді, ана 20 қызға дайындалып жатыр. Давай, суф. Ана сен үйде не істейтін ең? Суф дейтін бе едің? Примерно, үс деп кәдімгі. Суф. Ана не есіме түсіп кетті, голосовой ойса. Ағай, мен балам үйде үс демеді, сол дұрыс па дейінші. Тура секті. Үс болды, в общем ше. Дайындалып жатыр. Үйде не істейтін ең? 4 сағат бар ше, в общем. Үйде істейтінді айтып қойдың ғой. Үйде үс істейтінімді айтып қойдың ғой десе. Бірақ ол ана грушаны ұрып емес, басқа нәрседе десе. Сөйтіп, в общем, 4 сағат бар әлі ше. Жүрміз дайындалып жатыр, отжимание жасап, жерде отырып тұрып, бәріне алып денені қыздырып алар, бірден бар. Шаршап ұйықтап қалып бізде. Тренировка жасап, Маған қыз болып тұр, ана екеуі телефонды алып кетті нөмірін. Номерін алып кетті, звонок күтіп отыр, сағат 8 болды. Ешқандай звонок жоқ қой. 8:30 болды. Мен ана қыздар қасымда отыр, жаңа кеткеннен бастап 4 сағаттан бері қасымда отыр. Үйт тастаймыз, бүйт тастаймыз дейтін сияқты. Олар ана бір бізді пышақтап кетеді-ау, или бір бәле істеп қояды. Ондай қорқыныш жоқ бізде. Ұрып өлтіреміз, біз барып айырып кетеміз біздегі цель ше. Мен әңгімем женский болып қалған жоқ па? Үшкір туфлимен артынан тектен деген Еще каблукпен, о, примерно. Пышақтап кетеміз.
сөйтіп күтіп отырдық жоқ в общем түнгі 11 общежитие жабылады соған дейін күттік сонымен енді менде обида қалып кетті аналар мені лақабайт етіп кетті ма дейтін ше сөйтіп в общем болды ол ситуация ұмытылды бір күні жарты жылдан кейін ба 3 айдан кейін ба мынандай подземка бар ғой Алматыда жердің астында содан көтеріліп келе жатыр едім біреуге қарақасам түр таныс болды да фук өтіп кетемін кинодағыдай сөйтемін шеше деймін артқа қарап ше ана екеуі де мені танығанда мыңмен түсіп бара жатыр да қорқып ше сөйтемін тоқта деймін ана екеуі шошып кетеді что дейді да орысша сөйлейтін қыздар олар инязда оқимыз деді ма бірдеме деді сөйтіп бегел деймін ғой шеше сендер өткендегі қыздар емессіңдер девушка я вас не знаю анау мынау дейді да маған еще как знаешь деймін да ол кезде вообще еще кто что да басқа орысша да білмейсің сөйлей берме басым қатырма ше екеуін бүйтіп ұстап алған ғой міне ше неге дуалға тақап алып сендер кімсіңдер деймін ғой сендер кімді лоқып кетесіңдер өткенде мен қыздардың алдында абыройым шашылып қалды сендердің кесірлерінен өтірік шоқ қалдым деген сияқты әңгіме айтып бір кезде нет помогите орыстар былай өтіп түсіп жатыр ғой енді ше ол кезде қазіргідей андай қатты не ала бермейді мән бермейді в общем ше сөйтіп мен аналарды айтасың или айырып тастаймын деймін в общем сөйтеді да анау в общем біз білмейміз ана біздің бір подругамыз бар еді сол бізді не істеді в общем жіберді дейді в общем мен 11 класста бір неде оқимын подкурста сол кезінде мен бәрімен братан болып араласамын в общем ше дос па менде бәрі досым братан анау мынау бүйтіп қыз жігіт болып никогда араласпаған сөйтемін да сол кезінде бір жақсы араласатын бір дос бала бар еді кәдімгі жан досым сонымен мен анда агентте сөйлесіп жүреміз ғой сөйлесіп жүрсем бір күні қызы болды бұдан кейін жазба типа мен оның қызымын дейді да сөйтіп мен ана қызына шешең бір бәле шербәле өзім білем айырып тастаймын үйтем бүйтем неше түрлісін жай жергенмін ғой в общем кеш кел раз на раз бытын шығарамын в общем андайда мен сөз көтере алмаймын да тәкаппарлық қой оңбаған шірейін нашар қатын болып тұрмын ғой сөйтіп жай жергенмін бірақ мен ұмытып кеткенмін в общем ше сөйтсем сол мені ана алып кел деп ана қыздарды жұмсаған ғой маған ше сол ма сөйтсем жалғыз өзі келеді деп ойлаған ғой мені в общем ал мен көзінше 20 қатынды жинаған кезінде 20 қызды жинағанда аналардың құты қашқан ғой не істейміз деп ше соны аяқ айтып барған ғой 20 қызбен келе жатыр деп 20 қызбен келейін деп жатыр деген ғой в общем ал олар мені ғана апарып мені ғана не алады деп ойлаған ғой в общем ал мен аналарды ойлап тұрмын ғой ана жерде бейшаралар не істеп қалмасын деп ше сөйтемін да мен айтамын ғой в общем оған айтып барыңдар менің көзіме бұл өмірде ешқашан түспесін түседі айырамын деймін ғой кәдімгі сау болмайды либо аяғын сындырамын либо қолын әйтеуір бір жерін сындырамын деп ше в общем кіммен тұрып жатсыз мен оқиға айтып берейін енді ол кезде кукламен ойнап отырамын сөйтіп кукла жыртылып қалады сөйтіп мен жылаймын десе менде бұндай емес жауыз жоқ мен сен кіммен тура осындай ситуация розовый историялар менде арсендікінде болады бізде де кішкентай кезімде қандай көрші ауылға қонаққа барамын да мен жешелерімнің үйіне сол кезде бір ірі денелі бойы ұзын әйгерім ба ұмытып қалдым сары қыз болатын да сөйтеміз да мен содан қорқатынмын бірақ іште ше потому что денесі үлкен по-любому дене роль играет қой бірақ мен всегда духпен алуға тырысатынмын любой жерді ше төбелеске апармай ше сөзбен сөйтіп бір күні енді амал жоқ жаңағыдай бір несправедливость болады да сөйтемін да мен уже артқа жол жоқ айырып тастау керек либо пан или пропад кішкентай бірінші класспын ба екінші класспын ба сондай сөйтеді ана балдар да қышты жүреді мен ана жаңағы құдаларымыз да құда балдарымыз типа мереке давай деп ал мен давай десе бітті анам деп ше андай спартактағыдай ше коридорда айқайлағанда ше сөйтемін да барамын да в общем ананы итеремін дағыны бүйтіп күрестегідей бүйтіп жамбаспен қадаған сияқты қыламын в общем ше білмеймін ол кезде күресті де ешнәрсені білмейсің ғой сөйтеді да ол тура боқтың үстіне түседі ғой сиырдың боғы ше балш еткізіп ше сөйтеді ана балдар мәз мереке құтты деп ше анағы жылап кетеді бабам айтамын бір бәле деп ше менде уже іштей болды уф алла шүкір мә құдай жеңдім әйтеуір болды бұдан кейін қорықпайсың да уже басқа қорқатын ештеңе жоқ ма ерегісуге қорқып давай төбелес тақырыбынан ауытқайықшы егер қорқынышпен барайын деп жатрсың ғой сен мен өзі сенен қорқып бара жатырмын ол кішкентай кезінде мынадай үшкір туфли киіп ал на всякий случай мен неде оқыдым Қызылордада педколледжде қыздардың арасында ғой тек қыздар ояқта дейтін мен ауылдан мен ондай сұлумын деп ойламаппын ауылда жүрген кезде ана қыздардың арасына барып түсіндім да мен көчемпеу екенімді ма сөйтіп бір күні
пойызда мынадай жағдай болады, короче. Неде тоқылдақ дейтін пойыз болады бізде. 3 вагон ба? бәріне тоқтайды. Сондай. Бәріне тоқтайды, 3-ақ вагон ба? Ол, короче, не болғанда зат таситын пойыз ғой негізі. Бірақ адам тасиды ма, түсінбеймін сол кезде неге мінеміз. Сөйтіп тоқылдаққа мінеміз да, и бір қызды көріп қалдым, короче. Андай кездер ғой. Екінші курсым ба, уже любой қыздар көзіне қарап кетіп қала беретін ше. Кешір. Сол кезде бір қызға андай не болатын, лайфхактар ше, қыздарды сындыруға, андай уже миыңда дайындап алған соң андай бит. Гат жерсің ғой типа, Наған өтпейді, наған надай лайфхак керек деп ше. Бір қызды қыздарды сырындыру ғылымдарының докторы болып біздің алған. неде Питкөлге қарама-қарсы Еркош дейтін магазин бар еді, ол кезде соның қасында бір қыз тамақ жеп отыр екен, короче. Сол жерде біз Жаман көрсеттің, тамақ жеп отыр екен. Тамақ жеп отыр екен қалай? Қандай тамақ анау? Тамақты бүйтіп жейтін қалай ол? сэндвич бар андай. Бүйтіп отырып қалай ол? Сэндвич жеп отыр десең, қайда тамақ жеп отыр. Қандай саксофон тартып отқан жоқ па? Точно тамақ жеп отыр ма? Сол сэндвич жеп отыр екен. Сол кезде сол бір қызды, қазір предыстория ғой, сол қызды көремін да мен. Әдемі қыз екен, күшті қыз екен, әдемі. Байқоңыр ма, Қазалы жақтың ба бір қызы. Сол қызға қарап, сен бір жерден көрген сияқтымын дейтін бір лайфхак бар еді. Ойбай. Бәле. Қайдан көрдің дейді, анау да ше, ана қаяқтан көрдің дейді. Екеуміз бұрын жүрген жоқпыз ба деймін ана. Дейді күледі да, сол араласып кетеміз. Сол бір қызды пойызға мініп атқанын көргем ғой мен. Ол қыз сол жерде ұмытылып кетті негізі. Күлді ол ан жерде, деді. Типа ойлап қалады ғой, еба, мынау значит көп қыздармен жүреді, ұмытып қалады деп сөйтіп ойлап қалады ғой. Қыздарға бабниктер ұнайды ғой негізі. Ұнамайды дегенмен. Сөйтіп ұнап қалып кеткен болып тұрмын ғой. Соны пойызға мініп атқанын көрем. Біз тоқылдақтың бірінші вагоны болса, ол үшінші вагон жағында ма мініп атыр, короче. Охо дедім да. Сөйтіп неге бірінші вагонға отырып алдым. Сөйтіп анағы неге ВК ғой. ВК кірсем анағы жаз жеріпті уже. Міндің ғой деп. Қай орындасың деген сияқты қып ше. Сөйттім да, давай осы неде кездесейік дедім да. Кіммен отырық? Біз бір братанмен отырық, аралдық братан, ол аралға баратыр, короче. Сол әңгіме айтып отырдық та, болды онда екінші вагонның тамбурында кездесейік деп жазып жібердік та, бір-бірімізді келісіп алып. Сөйтіп екеуміз әңгіме айтып отырып 20 минуттай өтіп кеткен ғой. Мен ұмытып кеттім ана қыз вообще. Сөйттім да, ойбай дедім да, как барып келейін деп барсам, короче. Ана қыз резко келген кезде андай қылды да маған, андай деп қалды да бірден. Кеп қалған кезде, не болды екен деп бүйтіп кірсем, короче, иіс шығады да. Осырықтан. Сырта, короче. Не бар? Мен әзір келмейді деп анау жіберген ғой. Әзір келмейді ғой деп жіберген ғой. Ананың иісі деген Невозможно. ана жерде бір не алды. Мен иіс шығады деген темекі тартты деп айтып жүргенсем, осырды деген ше. Жел шығарып тұрған екен. Сөйтсем әпшем ше. Бірден жылайын. Сәл соғып қалдың ба? Бірден. Болды онда деп бірден. Анау да ұялып қызарып тұр екен. Осындай история бар. В общем, мен анау негізі алдын кастингта жұмыс жасағам ғой. Бір продакшндарда атын айтпай-ақ қояйын енді. Ол кісі де, сол басшысы да негізі мужик кісі ғой. Сол жақтан мен кастингта жұмыс жасаймын. Сөйтем да, бір күні барам, мен андайды жек көремше. Адам бір тәкаппар болып тұрса, кісі болып тұрса, менсінбей тұрса, сені игнор жасап тұрса, ше. Андай да, өзім бәрімен бүйтіп күшті араласып кете бергеннен кейін ондай нәрселерді қабылдай алмаймын, общемше. Сөйтіп бір съемкада бір күні барсам, костюмер, грим жасайтындар бір бөлмеде отыр да. И мен сол жерде кастинг болып жұмыс жасап жүрмін. Сөйтіп барамда бір бәлема десем, западло да оларға сөйлеуші, бір бәле жауап бермейді да, общемше. Шеше, сендер немене жауап бермей отырсыңдар, жүрсе шеше, разна-раз сөйлесейік деймін ғой, общемше. Сөйтіп ана біреу қумайыз бір біле деп өзін алып қашады да, гример жұма бірдеме. Ал ана костюмдегі қыз тоже енді мен сияқты ғой енді, анда қызуғанды ғой, жүрсең, жүрсе деп, в общем, екеуміз сыртқа шығып кеттік. Анау спорт школада отыр, съемка ше. Сөйтем да, аналарға айтамын, сендер не кісі болып тұрсыңдар, бір бәле, анау білмеймін мен, біраз әңгіме айтты да, екеуміз, нема, ерекс, в общем. Сөйтіп. Ертесі күн жұмыстан шыққасың ғой, үшімше. Сол күні, ағылаға сонда тұры, Мереке, бля, сен немне бәлесіне? Тыныш жүрсе, немне бәле ол деп жонды.
аға ол просто ана қойшы шеше ондай жерде дұрыстап араласу керек адам деген бір бәле сен не деген бәлесің омай дейді да. Оған дейін де сондай да андай бір сәл біреудікі айдаладағы біреумен біреу ерегісіп жатса да анау басынып тұрса анау үшін мен тұрып беремін. Кіріп кете беремін. Ілініп кете беремін. Ілініп кете беремін ғой общем анау үшін тұрып беремін, бірақ соңында по-любому мен жаман боламын дейтін нәрселер ше. Съемкада сондай нәрсе көп болған бізде. Бізде анау бір сериалда түсіп жатамыз да, в общем, сөйтіп бір қыз бар, жаңағыдай да андай сәл мықты біреудің әйелі ғой, в общем ше. Сөйтіп келіп екеуміздің арамызда бір әңгіме кетеді ше, анау қоше бір бәле деген сияқты әңгіме айтып қалады да. Сөйлемеші сен Дима бірдеме дейді, в общем. Сөйтеді дағына мен түспеймін анауына деп кетіп бара жатады да. Мен ана жерде тұрмын да. Не дейсің не дейсің деп Джеки Чан құсап алдымда биік стол тұрған ғой общем ше. Үлкен құсап барып кеттің бе? Секіріп түсем ғой ше. Сөйтем да бергеле деп бара жатқан кезінде жанында оператор, режиссерлар ше ұстап жатыр да. Ол кезінде нормально анда қара күш бар бұрыннан енді. Аналарды итеріп жатыр ғой. Бергел, кечейін деп ана қашып жатыр. Сөйтіп ана продюсер келіп айтады да, Мереке, пожалуйста, съемкаға зияныңды тигізбесең бола ма деп ше. Тек төбелес тақырыбы. Сен махаббат тақырыбы. Иә, махаббат тақырыбы. Екен ғой. Әйелі төбелес туралы айтады, күйеуі махаббат туралы айтады ғой. Жоқ, жастықпен мен көп қателік жасадым. Мен қазір сол нәрселер үшін өте қатты өкінемін да. Даже мен анау КВН ойнап жүрген кезінде де не қылдым да, оны бүйтіп ашып айтпай қоймын, потому что ол қыз осын қиып алып, үстімнен жаз жеруі мүмкін да ше. Джеки Чандағыдай мен ішу шегу дейтін нәрселер жек көремін. Біздің командада осы уақытқа дейін білесіңдер, 10 қанша жыл ойнадық КВН-де. Мендегі ең бірінші нәрсе бопты, мінезім ит бола берсін, аузымнан боғау шыға берсін. Бірақ ең маңызды нәрсе командаға кірген қызың тәртібі дұрыс болу керек. Жүрмеу керек, әрбір жігіттермен сөйлесе бермеу керек. Ол мен үшін үлкен аманат, жауапкершілік қой біреудің қызына кетіп бара жатсын. Сонда тәрбиелі, маданиятты, инабиятты болу керек. Ішпеу керек, шекпеу керек дейтін сияқты. Бір жеріне ие болу керек. Мен қасымда жүрген қыздардың бәрі қазір маған рахмет айтады ғой. Жігітпен жүргізбеген. Мен 10 қызбен жаттым ғой сол. 10 қызбен жаттым. Біреуіне бір қол ұшын тигізбеген колобок ше. Өзі біледі қандай екенін. Тамақ істеу, тәртіп, не? қардың тоқ, уайым жоқ. Тек қана қыздар кезінде тоже келетін еді ғой, біз Астанаға ойынға келетін едіңдер ғой. 10 қызбен жаттым ғой деппін ғой. 10 қызбен бір квартирада жаттық қой бағанағыдай, дайындалып, шешелерден басып. Мен 10 қызбен жаттым ғой, кесіп алып. Чисто сол жерін ғана трецке салып жүретін. Мынау 10 қызбен жатқан. Ондай жағынан енді бізде өте. Сөйтіп сол қыз ішіп шегетін қыз болып шығып қалады. Мен оған бірақ ескертіп айтамын, никогда ондай нәрсе жасама. Тәртіп, тәрбие ең маңызды нәрсе. Артық қылық болмау керек. Ұрып тәрбиелепсің ғой, боқтап тәрбиелепсің ғой. Бірақ зато қазір рахмет айтады да, көп жігітпен жүрмегендер үшін, әркіммен бір сөйлеспеген үшін, жүздері жарық, ешқандай не емес. Мынау колобок нормальный ма? Өзім ақ нормальный қызбен қосам ол кезде ше. Бірақ енді мінезім ит. Аузымнан ақ ит кіріп, жасыл ит шығады, фиолетовый, неше түрлі иттер шығады. Мен ең басында барғанда, андай жерге түскендей болам ғой, андай болды ғой, столдың үстіне шығып алып, үстін жыртатын ше, мырғала выкөлу дейтін ше, білесің ба, бір кинода бар еді, сондай сияқты отыр. Бір аяғын көтеріп алады да, көтеріп алып, вафли жеп, құрып кетші, дұрыстап ше, жұмыртқа жарып, не жейсің кала? Істеп кетші, деп кәдімгі ше. Сен кәдімгі қыздары тыпырлап жүреді. Сен тәрбие емес ау? Жоқ, тазалық секторы. Тазалыққа қарайтын қыздары бар, тамаққа қарайтын қыздары, холодильникті охранять ететін қыздары бар. Кәдімгідей армия деймін ана жақ. Тіпті бәрі күшті қыздар болатын. Каланың өзі де басында келген кезде шіріп атса, или ән жағынан бір бәледе талай рет екеуміз бар ғой. Кәдімгідей неше түрлі ударлар кетіп қалуы мүмкін негізі. Бопты деп отыра береді. 2016-да неде полуфиналда тағы да бірге кездесіп қалдық та Қармақшымен сол кезде гримі ұшып кетсе дуал орама бұл бір бәлесі ұшып кетсе. Ана ненің казмедияның несін туалетін сындырып жатыр көрші ұрып ше. Сөйтіп екі рет есік сындырған мен. Сыртынан Есен аға бассаңызшы ана бір бәле деп қойшы Мереке ұшып кеткен кезде ол мен көргім келмейді Мерекені деп кетіп барады ғой былай қарайды. Шаршаған ғой бәрі сөйтсе ұшып бара жатқан кезде сөйтеді екен да. Жоқ, андай да шынымен намыс, мен ойлағам, ол да по-моему андай шығар. Бір жағынан дұрыс емес қой. Сенің ойлағандай нәрсе бола беру керек емес қой негізі.
бірақ білмеймін намыстан ба бірдемеден әйтеуір сөйтіп кететінмін ше. Добрый история айтайық. Добрый история айтайық. В общем, бір күні Арбатта келе жатсам. Иә. В общем, бір күні Арбатта келе жатпаймын ба, съемка түсіріп жүргенбіз осы жағында былтыр ғана. Келе жатсам, бір екі бала ерегісіп тұр екен да. Жаңағыдай нәрсе ғой менде. Добрый, типа добрый. Сөйтіп, менде андай негізі айта берсең көп ондай әңгімелер ше. Жаңағыдай история болғанда, ол Арбатта онда сәл жаба тұрайын. Bir күні аэропортта универде болсын, қай жерде болса да бір кемпір, апа, ата, мүмкіндігі шектеулі адам болсын, әйел, екіқабат әйел бір бәле көтеріп бара жатса, мен ішім ашитыны қазір қоғамда бар ғой, біреу үшін біреу тұрып бере алмайды ше, андай. Көмектесе салу, жақсылық жасай салу, любой нәрседен ғой негізі. Көрсе де көрмегенде өтіп салады. Ауе, чемодан көтеріп бара жатса да көтеріп апарып беріп сөйтіп жүремін да мен, общежитиеден баса. Bir күні аэропортта сондай жағдай болады. Аэропортта мынандай жағдай болады, бір апа қатты ауер бір көтеріп алған сөйтіп, апа жүрсеңші көтеріп көмектесіп жіберейін деймін ғой, общем. Сөйтем дағыны көтерісіп апарып берем. Сөйтіп, ой, молодец, қызым, рахмет, саған осындай бола бер, в общем, анау-мынау дейтін сияқты. Я батасын алдық. Сөйтіп, сыртқа шықсам, такси шақырамай тұрген сол апа қайтадан. Сөйтіп, апа, болды, міне қазір сізге такси шақырып берем деймін, в общем. Такси шақырып берем, екеуміздің жолымыз бір болып қалады, в общем, ше. Сөйтіп, үйге қарай бара жатсам, Екеуің бір таксиге мінген жоқсыңдар ма? Екеуміз бір таксиге міндік, бірінші мені, одан кейін ол кісіні апарып тастайтын болады ғой. Мен қарасам, ана апам дейтін бар ғой. Өте мықты жоғарыдағы бір кісі болып шығады, в общем, ше. Кәдімгідей қатты кетіп қалған ше. Сөйтіп, саған рахмет, осындай жақсылық негізі үнемі қайтат, білесің ба, сен оны дейді да. Осылай істей бер дейді, есеппен емес, есепсіз істей бер. Мені негізі танитын адамдар есеппен өте көп жақсылық жасайды дейді да. Мен сіз танымадым деп айттым ба негізі ол жерде? Мен танымаймын оны, мен қақтан танимын оны. Мен оны знать не знаю ғой. Ол апа, вообще мен білмеймін, апа деп қабылдап жатырмын ғой. Апашым мен үлкен. Мен ол кезінде даже қазіргідей бренд-трендтерді де қақпаймын. Ол үстіне сол кезінде норковый шуба киіп алған, мен оны өзім алған екен барып білдім, ол өте қымбат дүние екен. Ол примерно үстінде 20-30 миллионның киімі, қолында 50-60 миллионның нелері болған ол адамда ше. Бірақ кемпір, мен оны апа болған екен ғана затын көтерісіп жатырмын ғой, в общем. Үйге бара жатқан кезде біраз әңгіме айтады, команда жоғары жақтағы заттарды айтады, в общем. Bir күн өйстесін, бүйтесін. Қазір, в общем, маған мені танығандықтан жаңағыдай кіретін жеріме кіріп, жағдайымды не алып, ойбай деп өледі дейді да. И мен всегда осындай аэропортта да әдейі ешкімді шақырмаймын дейді. Өзім барам дейді да, любой жерге ше. Потому что олар слишком қатты не істеп кетеді дейді да. Ал барлық мадам мақтау Аллаға ғана тән ғой дейді. Еще өзі өте сондай иманды кісідан да. Сөйтіп айтады да, саған мен риза болдым дейді да. Екеуміз немен таксимен кетейін деп жатқанбыз. Кеш сен отыра салшы, бірін сені тастай саламыз дейді. Сонда көрегенді апада, в общем, бара жатыр едік. Ананың енді жағдай бүкіл әлемде үйлері бар. Үй берді ма, не болды соңы? Жоқ, үй бергенде, бірақ қолындағы осындай жүзігін маған сыйлап кетті да. Сол жерде ма? Ол кезде мен білмеймін қанша екен, ол ломбардта жатыр десең. Студент кезімдеошым, қадірі жоқ ол нәрсен. Бірақ сол ломбардқа миллионға жақын ақшаға өткен ойландаршы. Ойлаш, сол кезде. Сөйтеді да, мынау саған ешқашан сатпап, оны қолға тақ деген ғой. Ол өмірде, ол өмір, соны еще мен білесің ба, ақшасын КВН-ге жұмсап, Астанаға КВН-ге ойнауға барып қайтқанбыз, между прочим. Пайдасына жарады. Шок болғам да ше. Ал бұл кезде Астанада КВН ұшып кеттің ба? Ұшып кеттік. Оны содан айқайлап отқан сол екен онда. Жоқ, ұшып кеткен жоқпыз. Андай кездер ғой. Сақина! Жоқ, четверть финал. Сондай кездер ғой, примерно ше. Сөйтіп сол апа рахметін айтады. Ол кезінде мен жаспын, қызуғандымын, екінші курс па сондай кезім. КВН-ді енді ойнап атқан кездеріміз дейтін сияқты. Өлердегі сөзін айтып, рахмет айтып, сен болашақта үлкен азаматша боласың. Дәл осындай қарапайымдылығыңды, жаңағыдай көмектесіп жүретініңді сақтайтын болсаң, сен точно бір жерден шығасың. Даже сен мен даже жоғары жақтан да көріп тұрмын, мен сені деп андай көріпкел адам ұқсап айтты да. Ол енді көріпкел емес, бірақ сол жақтағы мықты кісі аттарын айтты, мен ол кезінде білмеймін, шынымды айтайын.
мысалы қазір кім мықты, солардың мамасымын деген сияқты қылып айтты кейін да. қарадың ба үйден барып? Оны жоқ, мен одан кейін, ол кезде интернет те қатты дамымаған, екінші курсым ғой менің. 2018-19 кездер ғой примерно. Нормально, бірақ қатты қазіргідей дамымаған. 18-19 емес қой. 2008-2009 кездер. 2009 кездер. Соны білмеймін ол кезіне. Сөйтіп, не істеді дағыны, сөйтіп батасын беріп кетті. Мен риза болдым. Вообще оған дейін де мен ол апа айтпаса да, қолымнан келсе де сөйтіп жүретін. Апа айтқаннан кейін де, осы жағында бір ай алдыңғыны айтайын, бір жыл алдыңғыны ше, Арбатта келе жатам, біреу ерегісіп жатса, біреу төбелес болып жатса, біреу шыңғырып жылап жатса, мен всегда жүгіріп, барам, не болды, тыныштық па, көмек керек па дейтін сияқты. Екі жігіттер әп-әдемі зіңгіттей да, өзім сияқты арсандай жігіттер ғой, жас балдар десең, біреудің үкілеп отырған балдары. Сөйтіп екі балдар ерегісіп тұр ше. Сөйтіп, тоқташ деймін, даку барсың ба, сол кезде жоқсың ба? Анерде тұр, в общем, команда, сендер осы жерде тұратындар, мен бар сөйлесем деймін. Барсам қолдарында пышақ қой екеуінің. Ерегісіп тұр, бір-біріне тығып алам, өлтіріп тастайым деп тұр, в общем ше. Сөйтіп мен айтатырмын да, балдар қойыңдар, ортасында тұрмын ғой, мынаған тақап сөйлеймін, мен қойса, бір бәлеше мынаған тақап сөйлеймін, қойса, сөйтіп оны қаше сен шаруаң болмасын деп тұр анаусы. Ал мына көрегенді бала не істеп тұр, анда қаланың баласы екен көрініп тұр да. В общем, ол дейді, ұрлады бір затты, бір бәлешер бәле, пышақпен кеп тұрмаған дейді, в общем ше. Мен соған үйтпесі деп айтсам, пышақпен кеп тұр дейді. Ана досымен тұр. Сөйтіп мен айтатырмын да, жігіттерді мен саған айтатырмын да, ана сөз түсінбейтін балаға ше. Қазір не істейсіңдер алдым? Пышақ тығасыңдар болыпты бір-біріңе. Өлесіңдер де қаласың, арттарыңнан зарлап, әке-шешелерің қалады. Сол керек па, нотация оқып тұрмын, в общем ше. Жаңағыдай ғой менікі, төбелеске апармайсың, немен сөзбен алып тастайсың, в общем. Сөйтіп айтатырмын да, екеуің осы жерден полностью кетіп қалғандарыңша мен осы жерде тұрамын деймін ғой. Тараңдар деймін ғой, тараңдар. Или полиция шақырайық қазір осы 102-ні. Болмайды олай деймін да, сен де қазақсың, сен де қазақ. Бір-біріне не күн тұт, шеше, біреу әке-шешеңді өлтіріп тастаған жоқсың ғой. Мен дейсің деп, қайтпай қойсаң. Сөйтіп кетпей тұрған анау ладно деп тұр, в общем. Сөйтіп ана бала кетіңдер болды. Шынымен де екеуі полный жоқ болып кеткенше сол жерде тұрдық қой, в общем ше. Мыналар да күтті. Сөйтіп кейін барып ана командаға қасына барсам, сіз тентексіз ба дейді да, ол жерде ондай жерге араластың ба, болды, сен пышақталасың ғой дейді да, в общем. Ол никаны айттым да, ол жерде мен ниетім сол екеуін ажырату, андай бір нәрсенің алдын алу ғой негізі. Ол кезде бала шағам бар, 3 балам да бар, уже туылып қойған же. Любой мектепте біз ауылда тұрғаннан кейін енді орыс тілі апай қатты қатал болады ғой. Мен Айжан деген апайым, көріп отырсаңыз, саламатсыз ба, қалайсыз? Айжан деген апайым орыс тілден береді. Өте қатал кісі. Өте қатал. Қорқамыз бәріміз, бүкіл класс. Еще орыс тілден енді аралда, ауылда любой адам мықты болмайды. Орыс тілден нашар боласың. Сөйтіп не береді? Бірінші сабақ чтение дейтін сабақ болды. Литература. Сол бірінші сабақ не болады? Чтение болады да, и 6 сабақ болады да бір күнде. 7-ші сабаққа дейін мына жаттауды жаттап алыңдар деп жаттау береді ғой бізге, бәрімізге классқа. Сен сонда 5 сабақ бойы жаттауың керек қой, чтение дейінші. Мен қалай ол деймін да? Жарайды дейміз, ол жаттай алмайсыз ғой, по-любому ортада тарих дейтін, ояқта да сабақ болады. Бірақ бәрі жаттайды ғой, біздің класс андай спецкласс еді. Именно мен жаттамаймын көресің. Мен бәрі жаттамайды деп ойлап қалдым да, сөйтсем бәрі. Жалғыз өзің, қарабет болып отырсың. Қалған сабақтарды да қатырған жоқпын, бірақ именно соны сөйтеді. Басталады. Акиев еще екінші тұрдым ба, сондай мен. Фамилия бойынша, журнал бойынша. Сөйтті сабақ сұрап бастады да, мен жаттаған жоқпын дедім. Неге дейді. Мен үлгерген жоқпын, ортада сабақтар бар. Бір бәлешір өлі, алардың бәрі ақымақ, бәрі жаттаған ғой енді. Сөйтті 2 деп қойып жібереді көріш. Мен өмірімде 2 алып көрмеппін. 9-шы классқа дейін оқыдым өзім мектепте. 2 алып көрмеппін. Анау даттаво намысыма тиеді ғой, мен 2 алғаным ше. Отырым, қып-қызыл болып кеттім. 2 дейтін баға мен үшін вообще. Жақсы оқыдым мен сабақты. Кәдімгі сенде жаман ауру бар деген диагноз сияқты болды ма? Өте қатты намысыма тиді анда. 2 дейтін ше. Ұрысып тастады еще. Сөйттім да коридорға шығам. Неге айтам, апайға далаға шығып келейінші деймін. Давай деді, болды деді. Сөйтіп далаға шығам да коридорға тағым. Не істерін білмей тұрмын көршім. Мынадан қалай киік алсам болады апайдан деп ше.
не істерін білмеймін да. Коридорда ешкім жоқ та. Деп құлай саламын ғой. Талып қалады. Өтірік ше. Талып қаламын ғой, короче. Тұрып ше, не істерін білмеймін. Талып қаламын да. Гүрс деген звук естілді. Кәм әдейі, кәм баспен түстім әдейі ше, андай. Өз-өзімді ше. Гүрс етіп әдейі аяғым тигізіп шаң-шаң болып ше. Гүрс етіп құладым да. Бір сырттан шықты бәрі. Ойбай, не болды? Апай, короче, не істеді? Шошып кетті ғой енді апай да. Ей, Арсен, че с тобой, бір бәле де? Мен өтірік, короче, андай түкірік шығарып барғандай. Аузымды көпіртем ғой, короче, андай. Аузым көпіртіп бүйтіп жатырмын ғой, әдейі ше. Сөйтеді мені... Все, деді ма? Жоқ, мен өтірік әдейі есім жинаған жоқпын әлі. Көтеріп неге апарады кеңсеге. Кеңсе дейтін бізде мұғалімдер отыратын жер. Учительский ғой? Учительский. Кеңсе деп айтады, біз мектепте именно. Соны апарады, жатқызады, короче. Сөйтеді, врачтар шақырады. Медпункт не бар, скорый шақырады, короче. Мен ашылып қалмаса екен деп жатырмын ғой. Қалай? Мен үйге қайтарып жібереді, или екі қоймайын болды деп айтады дегенді күткен ғой. Мен у шығады деп күткен жоқпын. Жалғыз өзім ғана білемін ше, бұл историяны ше. Сөйтті, ана укол салады, короче, врачтар келіп ше, и давлениемді өлшейді. Ана, оказывается, мен жылағам ғой. Жылаған кезде, андай бейт паниковать еткен кезде давление өсіп көтеріліп кетеді екен. Давлением көтеріліп кеткен ғой менің, оказывается. Ан жерде шым болып кетеді ғой, короче. Сөйтеді да, мені почкіден давление дейді да, 10 күн больницаға жатқызады ғой. Прикинь, 10 күн больницада мен ешкімге айтпағам, ұялам айтуға осы историяны ше. Ешкімге айтпағам, короче, оны өтірік талдым деп. Мамаға да айтпағам, ұялам да, 10 күн өзімді қинап жатам ғой, короче, больницада ше. Сөйтеді, больницадан шығам. Классымда менің біз екі әпенділер болады ғой класста өзі. Самат деген менің досым. Екеуміз әпендіміз, короче, андай жындылар ше. Біздің класс абсолютно спецкласс. Менің өзім әпенді болсам, значит, вообще правильныйлар ғой, значит. Сөйтіп, бір-екі ай өтеді, в общем, мен талып қалған, менде бәрі сенді, апай, оказывается, екі қоймаған, нормально бәрі, екі қойылмаған екен, өтірік қойған, короче, бәрі нормально. Сөйтіп, бір-екі ай өтеді, короче, тағы да чтение. Сөйтеді да, ешкім жаттамаған, короче, класста ешкім оқымаған жаңа нені. Сөйтеді да, не істейміз, бір нәрсе ұйымдастыру керек, короче. Чтение өте қиын сабақ біздің класс үшін ше, білмеймін не екен. Сөйтеді да, не істесек екен деймін да, мен ана Саматты көндірем ғой, короче, сен талып қал деп ше. Ол аңқауда мен андай кішкене нелеудім да, сен талып қал, мен талып қалсам уже сенбей қалады, сен талып қал да. Бірақ андай сабақ айтқаннан кейін менікі сияқты болып кетпесін сценарий, короче. Сен басталып жатқан кезде талып қал бәркім деп көндіріп аламын. Давай дейді. Сөйтеді да, андай математика болды оның алдында сабақ. Ол апайымыз кетпей тұр да, короче, әлі. Өзіміздің чтение апай кіріп келді, короче, классқа. Сөйтіп әңгіме айтып тұрған кезде не в тему уақытта талады ғой анау. Шамалы сезінбейді да андай нені. Осы жерде талу керек деген. Сөйлесіп жатыр, класс шулап жатыр, сол кезде талып жатыр. Ешкім мән бермейді. Құлап жатыр жерде. Бүйтіп қарасам, басы көтеріп жатыр да, короче. Ешкім қараған жоқ, ана талып қалды. Арт жақта талып жатыр, короче, өзі. И сен білдірейін дедің бе? Мен білдірейін дедім да. Наурызгүл дейтін класстасым бар, ол да не да, кішкене. Наурызгүлге айттым да, талып жатыр деп айтайық деп Наурызгүл ойнатып жіберді, короче, талып қалды, Самат талып қалды деп екеуміз ойнатып жатырық. Айжан апай келді да, тұр дейді ғой. Өтіріксіме дейді ғой, короче. Сен апай ма? Түшті деп, тұр дейді ғой. Анау енді тұрып кетесіз да бәле ғой. Ол да бүйтіп деп жатыр да. Тұр деме саған деді, тұрмай кетті. Су шашындаршы бетіне. Маған андай болған ғой. Ана су шашындаршы бетіне, су шашты, короче. Ояндым ба, бұл бар, қач бар деді. Апай, мен апарып тастайын үйіне дедім да. Үйіне апарып тастадым. Сөйтіп кешке, сол күні кешке мектепте концерт болады, КВН ойнаймыз. Біз Ералаш дейтін команда еді ғой. КВН ойнаймыз. КВН ойнап тұрсақ, апай, Айжан апай бүйтіп қарап тұр ғой Саматқа ше. Саматта КВН ойнайды ғой қасымда дейді ғой.
Менікін ешкім білмейді историямды, ал Саматтікі арты ашылып қалды да. Сен енді артыңды бұйыртса. Айжан апай сонда қазір білейін деп тұр ма сол осы? Айжан апай дәл қазір мен өтірік сөйлеген. Айжан апай кешірім сұраймын. Неше жылдан кейін шындық Неше ашылды? жылдан кейін дегенде 3 жыл бұрын ба? Сондай болған. Мынауың өтті енді. Четко кетті мынау историяң. Төбелес туралы. Детский бағдарламадан спортқа ауыстырдың. UFC-ге сразу UFC қашы? UFC-ға ауса. Менде бір төбелес бар еді. Өмірімде бір санаулы төбелестер бар. Иә, санаулы төбелестер бар. Менде андай жағдай болады. Колледж оқимыз ол кезде. Колледжде КВН ойнаймыз. И КВН ойнаған кезде бір баланы көрем, танысамыз, күшті араласып кетеміз, короче. Сөйтеді да, күндер өтеді, сөйтіп футбол ойнап атамыз. Аулада, колледждің ауласында. Сол кезде менің группаласым, досым бар. Соны жаңа КВНщик бала ұрып атыр да, короче. Бір қарап қалсам, шалып кеткен ба, бір бөле ұрып атыр ғой. Мен барам да, танимын ғой енді ананы. Қойыңдар деймін ғой, короче. Арса араласпа дейді маған. Қойма деймін ғой. Мен айтсам қоя қояды деп тұрмын ғой енді. КВНде мен редактор болдым, короче, сол КВНде. Қоя қойды деп, қоймайды, короче. Қойыңдар деймін. Болды, брат, жүрсе онда сөйлесейік деді, короче. Сөйтті, болды деймін да, мен ана подъезге қарай апаратор да, сол Еркоштың артында подъез бар еді, сол қарай апаратор да. Сөйтіп, мен ананы енді КВНщик ретінде көріп тұрмын ғой, енді төбелесіп қалмайтын шығармыз деп тұрмын ғой. Барсам, короче, 5 балама күтіп отыр ішінде. Сөйтсем, мынау үшін тұрасың ба дейді, иә деймін. КВНщик қой етпесе, кәдімгідей ше. Иә деймін. Болды деп прикол ұстап қайта салатын шығармыз десем. Ұрып тастағаншы мені. Тұрасың ба деп ше. 6 бала жалып кетті ма сен? Өліп таяқ жеп қалдым. 6 бала демей қойын, бір өзі ұрып тастады, қалғанын қарап тұр. 6 бала демей қойын, бір өзі ұрып тастады, қалғанын қарап тұрды дегенше. Мені ұятқа қалдырдың баланы. Ялып отырған сен. Әулеттің ар-намысын жерге таптадың деп қойды. Мен бетімді жерге қараттым. Өліп таяқ жеп қалдым. Ефтем өші, мен анау КВНщик қой. Барып кейіннен кегін алып айырған жоқсың. Жоқ, онда кекшіл емеспін вообще. Жоқ, ол кек алады, болса талып қалады. 10 күн почкамен жатады сосын десе. Жоқ, мен жаман намысшыл едім да, қатты. Жаңа ойлап жатқан жарсыздар, шілей ондай нашар адам емеспін, төбелеске жеткізбейтін мен всегда негізі сөзбен. Сөзбен шешті, қорқыптысам, духпен. Любой, негізі біз қазақтар духовистеріміз ғой. Бүкіл ұлтпен салыстырғанда біздің духымыз негізі алып тастайды көп нәрсені ше. Сол жаңағы мен мысалы спортсмендермен де ол Қазақстанды әлемге танытып жүрген, Қазақстанның атынан Орта Азиядан барып бірінші, екінші орын алып жүрген спортсмендермен ерегісіп қалған ғой біздің универде оқыған кезінде. Білмеймін да, бірақ төбелес анау емес, ары қарай сөзбен шешіп саламыз да, любой нәрсені ше. Сөйтіп мен өзім сияқтан да бір ер мінезі Үйде де сөзбен шешесіңдер ма? Негізі тек сөзбен. Үйде сөзбен шешесіңдер ма? Қана ғой. Сөзбен ғой. Кешіксе бірақ өліп таяқ жейді. Не ойлайын өтім? Кешіксе өліп таяқ жейді. Баняға жіберем, 2 сағат кешіксе болды одан. Асен көзі көп десең. Негізі менің ән айтқанымды көп адамдар қабылдай алмайды ше. Мысалы, сенің анау әнің шешең. Хит қой сен әнің. Хит қой. Тәтті мысалы, уже кәдімгі андай кішкентай балалардың мерекесінде қойылатын, как гимн сияқты ғой, например. Қайрат Нұртастың бүгін сен туған күнде қойылады деген сияқты ше. А сен тәттің қойылады деген сияқты. роддомның бәрінде сол тәтті қосылып тұрады екен. Мен өзім байқағаным. Жоқ, бұны көбісі мереке айтатын білмейді оны әнді. Тәттіні мен айтатын білмейді екен. Сүйіп қалдым жас баланы дейтін әнді мен айтатын білмейді екен көбісі ше. Ал бірақ бір әндерін неғып атсам, сен ән айтпай ақ қойшы, анау мынау дейтін нәрселер кетіп жатады. Бір күні, в общем, өнердегі бір әпшем мен қатты жақсы көремін. Шылайтын бір әпшем да. Сонымен бір жерде отырып қаламыз да, сөйтіп. Именно сол кісінің әндерін айтып, андай караокеге барсам, соны айтып жақсы көремін да. Инстаграмға белгілеп салам, бірақ добавить етпейді ше, никогда. Мен ол кезде түсінбейтінмін ғой енді. Сөйтсем, бір күні сол бір жерде отырып қалдық та, сөйтсек, маған қарап тұрып, осы қазіргі әншілер әнді, өнерді құртатын болды, анау мынау дейді да. Сөйтіп мен айттым да, енді жоқ, қазіргі заман талабы сол болып тұр ғой. Заман талабына сай, заманмен бірге
не адамдарда дамып жатыр қазір уже бұрынғыдай емес басқаша вкустары дейтін сияқты. Сізде өзгеріңіз деп па? Сізде өзгеріңіз, әдемі қойсын даусыңыз, кайф қой деп мен енді шынымен жаным ашып мықты болып кетсе екен деп сөйтіп отырмын ғой енді. Себебі ол кісінің дауысы шынымен де әдемі қатты ше. Бір кезінде отырып сен ән айтпашы вообще дейді да маған. Сөйтіп ау деймін де, түсінбей қалдым да. Ол кісі столдың ана бұрышында отыр, мен мына бұрышында отырып, ау деймін де, сен ән айтпашы вообще дейді да, даусың жоқ дейді да маған. Не в тему өзімен өзі. Не в тему өзімен өзі, ана жерде қаншама адамдар отыр ше. Сөйтіп вообще сен айтпашы, неге десем, сен мұрынмен айтасың дейді да маған. Мұрынмен деп дейді. Бәрін көзінше. Бәрін көзінше. Сен вообще дедім, шеше мен қолтықпен болсын айтамын дейді да. Қолтығыммен болсын айтамын. Мен қай жерден дауыс шығады, сол жермен ән айтқым келеді мен деймін да. Мен өнерді себебі жақсы көремін дейді. Деп жатырмын ғой енді. Ау демейтін қазақ жоқ. Любой қазақты айтқызшы, любойның дауысы бар, ән айтқысы келеді. Ән айта алады деймін да. Мен өнерді бұрыннан қатты жақсы көремін. Сөйтіп мен кішкентай кезімнен армандаған, бірақ орындалмайды деп ойлайтын деймін да. Мысалы, Юлдус Усманованы көріп өскем да мен. Сол кісінің әнін айтқым келеді ана ше. Соған еліктеп, соған яғылып өскем. Вообще сол әнді мен тура сол сияқты қылып айтады деп ойлағым ана әнді ше. Ақ бешке өреген сен өзің бізні, ақ еуіп ақтареген сен өзің бізні, бешегімні аллалатып, ана бөліп. Мен бүкіл әндерді үстіп айтамыз деп ойлағам да, андай ше. Әйелің ғой Сөйтіп, сондай болып айтқым келетін да. Сөйтіп. Негізі история бағана бітіп қалды ғой. Жоқ, бітіп қалды. Дабинкіз деп жатыр. Жоқ, сөйтіп. Дабинкізді айтайын. Ялтып қойдым ғой, жынды. Бағана мен қолтықпен болса айтам деген жерде бітіп қалған негізі ол история. История, оның жалғасы бар, продолжение следует қой. Прикол айтып, сөйтіп отырмыз ғой, енді андай қылып барынша мен енді қатты кетпей қояйын деп. Ерегісуге дейін бардың ғой енді. Ерегіскім келмей тұр да негізі. Әдем жапқым деді. Bir кезде ол вообще битті. Атағын, жасын сыйлап тұрсың. Сыйлап тұрмын. Ол кісіні мен қатты сыйлайтын, ең жақсы көретін адамдардың бірі ғой. Қатты уважаю. Сөйтем да, сөйтіп бүйтеді. Сен тойда жүргізбеші дейді маған. Жүргізбеш вообще, шәс істемеш деген шақтыға келтіріп тұрды. Өмір сүрмеш десе. Өліш десе маған. Сөйтіп. Шыдай алмай кеттім ана ішімдегі ешакский мереке оянды да, общем. Баяғы Жемпудағы мереке оянды. Мстительді халық құсап ше. Халық құсап ше, шешіп тастап. Деп жалыны. Сөйтіп, вообще дедім, общем. Ешкім жетіскеннен жүрмейді дедім да. Жетіспегеннен жүреді дедім да. Жетіспеді ма, шеше қолымнан не келеді, соның бәрін істеймін деп жатырмын да. Ешектің артын жусам да, мен ақша табамын ба, ол маған напақа әкеп тұр ма, мен істеймін, общем, деймін да. Фух, бұралам да, кәм кинодағы да, есікті таш жабам да. Деп жылап шығып кетем ғой. Аллардың көзінше пепес болып шығып кетем, нужым. Примерно мат қойдым деп ше, общем. Сыртқа шыққаннан кейін кәм өксік қой ше. Анау нәрселер бүйтіп, жаймен флешбэк болып кетіп жатыр да менде ше. Ол кісінің әндерін айтам, не қылам. Ана мойындамаған екен ғой менде ше. Одан кейін көрдің бе оны? Әлі бүйтіп қатты әмпей-жемпей болатындай көрген жоқ. Жоқ, мен саған қатты айтып қойыппын, бірдеңе деген әңгіме болған жоқ бұл кісінің тарапынан. Жоқ, ол жерде біраз адам отырды, 10 шақты адамбыз. И мен соның өзінде мен кейіннен ұялдым, білейін қатты айтып кеткен жоқпын ба деген сияқты ше, общем. Үлкен сыйлайды екенсіз, ә? Мен қатты сыйлайын бауырым, сен де сыйла. Сен де сыйла мені. Иә, мені сыйлап жүрші, айналайын бауырым. Бір оқиға, общем, мынандай да, мен жаңа еркек шора болдым дедім ғой, бірақ өнерді де қатты жақсы көретінмін да. Өнер ше, универде мен қоғамдық жұмыстардың бәріне қатты қатысқым келетін ше. Бірақ оған түрім де не позволяет, бойым да не позволяет, фигура вообще такси ұстап кетіп қалады ше. Бізде мынандай болатын, посвящение дейтін нәрседе әдемі бойы ұзын, бірде 70, бірде 65-тен жоғары қыздарды, түрі әдемі, аққұба дейтін сияқты. Фигурасы ат, сондай қыздарды іздейтін. Посвящениеде барлығы, сондай бір өлең оқытқанға, тағы бір бәлелерін яғынға тек сондай. Типа енді Жемпудың бұл видтары.
андай бетке ұстарлары. бетке ұстарлары көріну керек қой енді. Оған себебі жаңа министерстводан неден қонақтар келеді, үлкен ана Абай опера театрларында болады ол нәрсе ше. Сөйтіп мен бір күні менде шанс жоқ вообще ше. Сөйтіп неге барам, в общем, проректорға ше. Неге? Проректорға барам, не кастинг болады, соған барам, в общем. Сөйтіп апай мені көреді да, сөйтіп сен шыға бер дейді да, сен шыға бер, ана қыздар кіре берсін, басқа қыздар тағы барма, басқа дейді да. А вот нифига деймін да мен, в общем, шықпай қойыншы апай деймін да, 10 қыз тұрмыз да, ішінде мен жарамай тұрмын ғой, в общем, неге. Сөйтіп тұра берейінші апай деймін да, неге дейді. Сөйтіп апай не ғой, мен қатысайыншы осы нәрсеге деймін ғой, мен қатты қатысқым келеді, оқып берем, не айтасыз, соның бәрін айтып берем деймін да. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты деген нәрсе оқуым керек негізі. Сөйтіп оқып беріп жатырмын. Иә, сенде анда нең, тембрың, несі жақсы екен, бірақ стандартқа сай емессің деп тұр ғой ше. Сөйтіп неге дейін бір аптама, 3 күн бағаға неге дейін өзі, 10 күн ары кетсе. Посвящениеге. Посвящениеға. Сөйтіп мен айтамын, апай, өтініш сізден қатысайыншы, мен арықтаймын, құдай ақ 10 кило арықтаймын деп қоясың ғой ше, 10 күн бар да әлі. Арықтаймын, бойымда не алам, бойымды өсірем дегенсің ғой. Қатыссам болды деп. Қатыссам болды, бойымды өсірем, арықтаймын дейді. Енді анау түріңде келмейді ғой деп айтамай тұр да осы ше. Сөйтіп, жарайды бопты деді ғой ше, амал жоқ ше, бопты, көрейік, арықтасаң арықтағаныңды көрейік деп ше. Бірақ шынымен де бәрі бойы ұзын, аппақ, қара торы болса да әдемі, шынымен андай кешуға келетін қыздар қатыстық та. Ең соңғы мен тұрсын ғой, точка болып ше, в общем. Аналардың бәрі андай. Мынандай таяқтар болып келді да, мен нүкте болып тұрмын, андай жерде ше. Сөйтіп тұрып оқып бергем, в общем. Сонда жаңағыдай нәрсе, в общем, дух ше. Ол кісі ана жерде күліп жерді, в общем. Бойымды ше десе, бойымды өсірем деп ем, аны шаңғырып күліп жерді. Ынтаңа ғой енді. Ау? Ынтаңды жақсы. Ынтамды ана неме, желание, ынта. Қатысып, нешінші орын десең? Орын емес қой? Бұл өмірде дегеніне жететін адамдарда бір ғана айырмашылық бар, дегеніне жете алмай жатқандардан. Это настойчивость дейді да. Айтқаннан қайтпа ғой. Айтқаннан қайтпа, шынымен де. Талап тұрсын ба, соған добиваться етесің да. Біздің киноның әңгімесі сияқты ғой. Бізді хабарымыз болсын, болмасын, үйренеміз, пісеміз, сұраймыз, ізденеміз. Фильмді бастайтын кезде де тоже менде бірінші идея пайда болды да. Кейін барып Елдос Қалауыққа айттым да, типа, давай істейікші. Кім істемейді? Сендерді көрдік қой, сол кезде Астанада білесің ба? Иә. Помнишь, жоқты жүрген кезде. Елдосқа қыстың кезде, по-моему, сол кезде барып айттық, Елдос, давай істейік, көрейік. Өзімізде қолымыздан келеді оны. Біз сияқты адамдар ғой бәрі түсіріп жатқан, давай істейік деген сияқты. Қаққа келеміз ғой уже, давай бізде әрекет жасайық. Дұрыс, өте дұрыс сөйтті. Із қалдырайық кино әлемінде деп. Сосын андай болмайтын бір фильм емес, кәдімгі бір ой салатын. Қазір андай комментарийлер көп қой, ой қазақтың фильмдерін. Камера тауып алса түсіре беретін болыпты ғой, нәрселер шыққан ғой қазір. Сондай нәрсе жазып жатады ғой, мысалы, сондай нәрселер емес. Өзімізді түсіруден жақсымыз ғой енді комментарийдан, бірақ көтеру жағына да ат салсақ, басқа жағынан деген сияқты. Дұрыс, өте дұрыс. Қазақтың киносын көтерейік деген сияқты. Мақсат, жалпы өнерде, негізі Жайдарманнан, Аллаға шүкір деп айтайын, тек Жайдарман мықтыларды тәрбиелеген ғой. Өте мықты школа болды негізі. Өте мықты мектеп, дұрыс айтасың. Жайдарман болмағанда біз қазір сен де отырмайтын едің, сен де бәріміз бүйтіп отырмайтын едік деп ойлаймын да. Себебі Жайдарманнан қазір ең мықты фильмдерді жазып жүрген, түсіріп жүрген барлығы сол Жайдарманнан шыққандар. Қазақ киноиндустриясындағы фильмдердің примерно бір 70-80 десем де қателеспеймін ау. Сценарийін жазып атқан жайдарманшылар, түсіріп атқан жайдарманшылар, Қоянбаевтан бастап КВНщиктер деген сияқты емейді. Продюсерлер де уже жайдарманшылар қаптады, мысалы, режиссерлар да уже қаптады деген сияқты. Шынымен де. Актерлар қазір жайдарманшылар түспесе уже қатты қызық емес. Бар енді тоқыған Жүргеновті оқыған актерлар деген сияқты. Негізі басында бізді қатты не қылмайтын еді ғой, міне сөздің аузында мойындамайтын еді ғой, оқыған актерлар ше. Ой, бұлар дейтін типа КВНщиктер деген сияқты да. Қазір керісінше бізді түсіруге не істейді, себебі бізде андай тапқырлық бар ғой.
импровизацияға қатты жақынбыз дейтін сияқты. Тек жаттанды емес, барынша шынайы ойнауға тырысамыз дейтін сияқты. Сондықтан өте мықты, біз сендер үшін өте қатты қуаныштымыз. Андайлар қазір көбейді ғой, инвестор болғыштар. Андай, менде ақша бар, сенде не бар деп. Именно жайдарманшыларға келеді ғой. Сенде не бар, менде ақша бар. Давай бүйтейік, давай сөйтейік деп. Сондықтан жайдарман біраз нәрсе берді, шүкір. Енді жазда 3 ай не істедің каникулда деген кезде іштерің пыспау үшін каникулдарының ең соңғы точкасы біздің кино болсын. Құдай қаласа 20 тамыздан бастап барлық кинотеатрларда бүкіл қазақстандықтарды күтеміз. Шақырамыз, келіңіздер. Болған оқиға киномыздың екінші бөлімі бұл жолы жылататын драма емес, бұл жолы трэшевый комедия. Ой салатын жері бар, және де бұл жолы бір необычный актер мен актрисалар түседі. Көргенде будете в шоке. Сіздерге сәттілік жігіттер. Құдай қаласа болған оқиға фильміне міндетті түрде келіңіздер. Жалпы қазақты қазақ қолдамаса айдалада біреу келіп қолдап кетпейді. Бір-бірімізді қолдайық. Бұның барлығы үлкен еңбек. Одан соң айтайын деген, жаңа мына қыздың қыз сияғы жоқ екен, болған оқиғасының бәрі тек қана жаңа жаман оқиға екен ғой деп ойлап қалмаңыздар. Қайталап айтамын. Барлығы сен андай мені тәртіпке шақыру, оның үшін бәрі. Иә. Адамгершілікке шақыру, ажыратудың барлығы, мысалы, қой, қазақсыңдар ғой деген әңгіме ғой оның ішіндегі. Одан бөлек ең басты нәрсе, біріншіден мерекені біз бір ай бұрын дайындал мереке деп айтқан жоқпыз, бір апта бұрын емес. Кеше хабарластық, уақыт бөліп келе аласың ба деп едік, екеуі де боспыз деді как раз. Сөйтіп бүгін келіп отыр. Не айтамыз деді, біз айттық, болған оқиғалар, ойыңа не түседі, соны айта бер дедік. Сол мереке примерно демек мерекенің өмірінде тек қана экшн, жегені KFC, жүрген жері UFC екен. оқиғаларыңыз көп болсын, бірақ жақсы оқиғалар көп болсын. Иә, финалында жақсы болсын. Сіздерге бақыт тілейміз. Аман болыңыздар, бала-шағаларыңыз қызығын көріңіздер. Сәттілік. Кәсіптерге береке тіледік. Әумин. Рахмет.